Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызға сәттілік, бірімізге жақсы тілектермен топқа бөлінейік. Біз 3 топқа бөліндік. Адамның тірек қимыл жүйесі қандай бөлімдерден тұрады? Кім айтады қане? Наргиз? Қаңқа және бұлшықет. Қаңқа және бұлшықеттен тұрады. Өте жақсы отыра ғой. Бүгінгі біздің тақырыбымыз адамның қаңқасының маңызы және тірек қимыл жүйесі. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты тірек қимыл жүйесінің қызметтерін сипаттау. Сәлем, бүгін біз адам қаңқасының құрылысы туралы сөйлесеміз. Адам қаңқасы көптеген сүйектерден тұрады. Олар бір-бірімен байланысып, денемізді тік ұстап тұрады. Қаңқа мен бұлшықеттер бірге жұмыс істеп, бізге жүруге, жүгіруге және секіруге көмектеседі. Сүйектер ішкі мүшелерімізді қорғайды. Мысалы, қабырғалар жүрек пен өкпені қорғайды. Сондықтан тірек қимыл жүйесі біздің денсаулығымыз үшін өте маңызды. Енді адамның тірек қимыл жүйесінде жаңағы сүйектердің саны 200-ден астам сүйек бар екен, 600-ден астам бұлшықет бар. Адамның жалпы ағзасындағы тірек қимыл жүйесі 3 бөлімге бөлінеді екен. Бас бөлігі және тұлға бөлігі, қол, аяқ бөлігі де. Бас бөлігінде сүйектер жұп және тақ болып бөлінеді. Төбе сүйектері, маңдай сүйектері, самай сүйектері, жақ сүйектердің өзі үстіңгі жақ және астыңғы жақ болып бөлінеді. Келесі бізде омыртқа. Омыртқа бізде ең маңызды рөл атқарады. Себебі біздің тік жүрігіміз, емін-еркін қозғалысымыз, қимылымыз, жүгіргеніміз барлығы осы омыртқаға байланысты. Егер де омыртқа зақымданса, адам емін-еркін қимылдай алмай, кейде тіпті сал болып, өте қозғалысы баяу болып, сал болып қалуы да мүмкін екен. Омыртқаның өзі бөлінеді. Мойын омыртқа, арқа омыртқа, бел омыртқа, сегіз көз және құйымшақпен аяқталады. Енді сүйектердің өзі бөлінеді екен. Жалпақ сүйектер, ұзын сүйектер және қысқа сүйектер бар. Жалпақ сүйектерге бізде жауырын сүйектері жатады, жамбас сүйектері жатады. Қысқа сүйектерге саусақ сүйектері, алақан сүйектері жатады. Ал ұзын сүйектерге біздің ағзамыздағы жіліктер, асықты жілік, тоқпан жілік сияқты, кәрі жілік сияқты жіліктер жатады екен. Енді бізде міне қазір топтық жұмыс тапсырмалары беріп тұр. 3 топқа топтық тапсырмалар. Топтық тапсырма бізде партада сендерге берілген. Сол топтық тапсырманы ашып орындаймыз. Топтық тапсырманы орындаймыз. Топтық тапсырма. Топқа берілген тапсырма, 3 топқа тапсырма берілді. Ал екінші топтан Дильназ жауап бере ғой. Бірінші тапсырмаңды оқи ғой. Қаңқа саулығы сақтау үшін өте керек. Қаңқаның саулығы дұрыс тамақтану мен дене жаттығуларына байланысты. Өте жақсы отыра ғой. Келесі бірінші топтан Ұлар. Қаңқаның негізгі қызметтерін аталды. Қан түзеді тірек қозғалыс. Өте жақсы. Үшінші топ Айзере. Бұл мәліметтерді маңызды неде. Қаңқа адамға тірек болып, қозғалысын қамтамасыз етеді және ішкі мүшелерді қорғайды. Өте жақсы отыра ғой. 3 топтың да жауаптары өте жақсы
Жауап берді. Келесі бізде бүгін екінші тапсырмамыз бізде жеке жұмыс. Жеке жұмыс әркімге таратылып берілді. Сол жеке жұмысты сабаққа орындаймыз. Жеке жұмысты кім аяқтады? Birinchi to'pdan kim dayın? Farisa? Жеке жұмыс. Хатқа тек қозғалысқа қатысады. Дұрыс. Омыртқа жолдасы денені тығыспайды. Дұрыс. Жақсы болды, отыра ғой. Келесі екінші топтан Бекас. Қаңқа тек қозғалысы дұрыс. Бас қаңқасы миды қорғайтыр. Жақсы отыра ғой. Үшінші. Мерей. Біріншісі дұрыс, екіншісі дұрыс, үшіншісі дұрыс. Жақсы отыра ғой. Жарайсың. Сонымен аяқтайық жұмысымызды. Енді бізде келесі жұптық жұмыс. Жұптық жұмыс барлығымызға таратылып берілді. Жұп-жұпмен әрбір топта отырған балалар бір-бірімен жұптасып жұмыс жасаймыз. Birinchi to'pdan, ikkinchi to'pdan, uchinchi to'pdan o'qishlar жұптармен жұмыс жасайсыңдар. Kim аяқтады? Kim аяқтады? Қолды береміз. Al. Kim oldu? Malika. Басқа қажет, қамына кіреді, басты жақсеттері, жетімді сезім мүшелерін құралады. Туға қансасы, омыртқа жотасы, қабырғалар, төс сүйектері. Өте жақсы отыра ғой. Екінші топтан. Елдана. Айым. Бірінші топтан кім аяқтады? Бегарыз. Бас қаңқасының құлағына кіретін сүйектер, бет бөлігі. Туға қаңқасы, қамына кіретін сүйектер, омыртқа жотасы, кеуде қуысы. Өте жақсы отыра ғой. Үмітжан келесі. Бас
Өте жақсы. Отыра ғой. Келесі бізде сергіту сәті. Барлық орнымыздан тұрайық. Тақтада қимылды бәріміз жасайық. Не балалар, енді үйге тапсырма алайық. Бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстыңдар.